Ал қоя салу дегеннің мәні мағынасы осында. Бүркітті баяғы ол жуасту үшін емес, жаңа етіменен ішінке майын арылту, ішегін кеңіту, аңға, шақыруға, шырғаға, ұлпылдатып ұшыру үшін гәне. Мұнан керек дейді, мына қояның өзінің мәні мағынасы сонда. Бір күн, бір жыл, 10 жыл ғана емес, сонау түс көтерген азамат заманынан күні бүгінге дейін Ынтан ақсақалдың қолынан қанша қыран түлеп шықты. Бәрін де мейірін төге баулыды. Мынау қыранға да мейірі бөлек. Қыран мен саятшы ортасында жүрегі жалғасқан бір қазақ болса керек. Себебі есін ренжіткен бүркіт болмайды екен қазақта. Бұлардың бабы өте күшті болады. Мұның бабын білу үшін жаңағы сыртынан білет, етін көрет. Мысалы мынадардың мына өте семіз құс болғанда таранып, сілкініп сөйтіп отырады. Ал қазір мынаның етін көру үшін мұның семіздігін, арықтығын, іші майма не дегенді мына санынан еттен, мына төс еттен мысалы міне. Остардан көреді. Мұның мына жігі ашылады, сүйегі шығады деген ұқсанға. Мына мойын еттерінің өзінде міне мойынның жігі біліне ме жоқ па? Деген мына саңғырудың түбі. Осылардан етін біледі. Ал сөнсең, іштің арам-арамын менен іштің арам еместігі саңғыған саңғыруынан белгілі болады. Ол саңғырудың өзі неше түрмен жасыл саңғуға болады, сары саңғуға болады, қара саңғуға болады. Мысалы бір ана малдың ылғи өкпесін жегенде өкпенің өзі май күшті болады да, ішін майлап, қап-қара боп, қара май саңғиды. Ол май арамдық, және жап-жасыл боп саңғиды. Ол жап-жасыл болу деген ішінде жаздан қалған, арылмаған өте арам май бар деген сөз. Ішекте, жаңағы, бізше болғанда жұмыршақта, қарында деп айтамыз ғой. Сондай нәрсе болуға болады. Сондай соны арылту үшін жаңағы, білу үшін сол саңғыруынан білет деген сөз. Ынтан ақсақал қансонарға шыққалы бүркіттің бір жайын ұғып, басып баптаған. Бүгін ту бастан шырға тартып қолға шақырды. Hayt! Оты жағулы, малы бағулы, жанға жайлы мамыржай тірлік, онсыз да сүйегі асыл қартқа, ерінбейтін еңбеккерлік ұзақ ғұмыр сыйлаған. Жас егделеп қалса да денесін қаңбақтай жеңіл ұстағанынан ақ, саятшылықтың қартқа сыйлаған сәлеметтік сыйын да көңіліңнен түйсінесің. Hayt! 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 Oyum жақсы тұр екен бүгін. Өте жақсы oldu.
мына құс деген адамның қиын нәрсе ғой. Мұның өзі өте иесін танығыш болады. Бір өте зерек болады. Соң мынау өте шамкос. Өте мінезін өте тауып ұстамаса, мына қазір дүз құстарыңызды әкеп жуасытып тұрғанда қандай жуас болып отырғаны менен тек қана қолда мысалы бір долылықпен, ызалықпен жаңғызырет қол қатты сілкіп қалатын. Немесе мынау қайтеді деген құсанған бір қатты дауыс шыққаннан кейін сол бүркіт сол иесіне бірнеше күн шақыруына да шырғасына да келмей, жаңағы томағасын алғанда сол кісінің өзіне әшейін көз алмай қарап, түксиіп, шаш-мәшін үрпейтіп үсті жібереді. Ал енді аңға түскенде, көңілді жүргенде, аңнан айырып алғаннан кейін мынау долданғанда сол аңнан айырғысы да келмейді, оны кісіге бергісі де келмейді. Соң аңнан аяғын айырып алғаннан кейін жаңа мына бүркітіңіз мынау қазы үстіп отырғанмен енді түлкіден айырса, жайнағанда дегеніңіз мынауыңыз ойнақтап кәдеулгі, ана аяқты салып, шоқып, жұлып деген сияқылды далпылдап, әшейін елеуреп басы көкке қарап ана әшейін ұшқысы келген құсайма. Қалай сондай, ал енді соң соқ айтты дегенде анаңды менен айырып алдың, мен анан жеуге тиістімін деген долдан шақтық. Жаңа мінезі өтті қиын болады құстың. Ал қол бола болғанда ол көп мына дүз бүркітіндей үйтіп көп елемейді, бір жарым зекіп қалған, мекіп қалғаныңды. Ал соң дүз құсы болған ден өте қатегез, өте баппенен, өте өзіне беріле ұстайтын болмаса, жаңағы өзің бүркітіңе қанша берілсең, ол да сонша беріледі де, өзің берілмей ішіңде қандай ойлап отырсаң сонда, бұл бүркіт та соғалпында өзіңе қатынас жасайды деген сөз. Құсбегілердің бүркіт баптаудағы ортақ бір қағидасы ешқашан бүркітті алдап, меселдесін қайтармайды. Мейлі шақыру, мейлі шырға тарту болсын, бәрінде қолындағы жемінен қомағайлата бір жылдыру келесі істестіктері үшін өте пайдалы. Бұл жағында ынтан ақсақалдан өткен көпес құсбегі болмаса керек. Бүркітті еркіне жіберіп айызын қандырған. Сосын бүркіт те шақырған жерден ұшыртқан. Сақсай даласын елеңдеткен бүркіт тойы жақындаған сайын бүркітшілердің тағаты таусылған. Жыл 12 ай тау сағалап, өзен жағалап көшіп қонған ынтан ақсақал ауылы жайынан айтқанда, мұндай дабыралы тойдың ауылында өтуінің өзі үлкен ғариб еді. Әйтсе, бұған асыққан ынтан ақсақал жоқ. Күнделікті күйбіңімен кете барған. Ат тұяғындай айналасы таумен қоршалған осынау кең саздалқапты атақоныс ауылдар Ардалы Сақсай өзенінің атымен Сақсай сазы деп атасады. Құс салып, қыс бойы саят құру осы саздықтағы сартабан ауылдардың есігіне жазған елші. Ынтан ауылына сабылып жататын сал серлердің дені әне сол салтанат құрған саятшы. Бүгін де солай. Сақсайда өткізілетін бүркіт тойының уәделі шағымен ақсақалға ат басын бұрған көрші ауыл саятшылар. Осылай дебен салған біздің жақтың баласай. And how to make the fermented mare's milk. And we have different methodologies. Ені қап шығады, тегел қарта бәрәді ме? Ынтан ақсақал бүркіт тойына тобын жазбай қосты. Осы тойда бәлкім бүркіт өнерін көрсететін құсбегілердің ішінде бір ауылдан жас үлкен аға бір өзі. Бұл тойдың талай мәрте жеңімпазы да болған.
Тәпті анау шалғайда жатқан Жапониядан саңлақ саятшы деген өрдеммен де сыйланған. Той шайту, бұл тойда ел аңсаған мәртебені мәресіне жеткізіп жеңді. And we have the art shop and art shops in the gears, and you can have a look. Алтай бүркіт мейрамы мына осы Сақсай жерінде 5-ші рет тойланып отыр екен. Бүркіт қызығын тамашалағысы келіп елдірген жұртқа той рәсімін созақтатқысы келмеген ұйымдастырушы орындар қысқа қайырған той беташарынан соң бүркітшілер шеруін бастағанда майдандағы жан біткеннің назары сақара салтанатына сағым болып түсті. Атамыз қазақ болып жаралғалы, сән салтанаттың аса бір шырқау шегін, жүйрік ат, қыран құспен өлшегендігін, мынау торқалы той айшықтап жатқандай. Бүркіт мерекесінің боларын құлағы шалған, бүркіт жатаулы, міне бүгін қанжылық болып сай саладан күйілді. Жердің шалғайлығын елейтін олар жоқ. Алтығырдың астын алысынбай алшаңдай басып алдыңыздан шыққанда, қанға біткен саят салтымыздың құдіретіне тәнті болмай тұралмайсың. Тұралмайсың да, атам қазақтың даладан дарқан пейіліне жазған, мынау ай тұяқ алтын қанатқа еріксіз сүйнесің. Бұл күндері Монғолия Баян-Өлгей халықтарының бүркіт мерекесінің дабырасы елші сыртына тегіс жайылған. Осы бүркіт мерекесіне орайластырып, әр құрлықтан тамашалай келген саяхатшылар да шағын аймақты басып қалған. Бүркітшілер шеруінен іле-шала сақара мәдениетінің мәйегіндей қазақи салт сана дәстүрімізден көрсетілген тірі кескін көрерменіне көлдерең тартылды. Я, мынау бізге таныс, елге таңсық қазақтың отбасы тұрмысы. Сол тұрмысты көру үшін саяхаттық жұмыс жасайтын орындарға жыл бұрын заказ берген мынау саяхатшылар көз мейірі қанғанша қалай көрмесін. Атамыз қазақтың көш алдына алып шығатын ақ дән іркіті, мінекей көк шардың ар жақ бер жағынан ат артып келген меймандардың кеберсіген таңдайын жібітті. Шынында керемет. Бүркіт мерекесі жай мағынадан айтқанда Баян-Өлгейдегі бүркітшілер той. Сондықтан той төресі бүркітшілер бұл мерекеде аса сәнді киінеді. Бір қарасаңыз, қазақи киім үлгісін көрсететін сәнгерлерге ұқсатып та қаласыз. Қасқыр шік, жарғақ тон, кестелі шапан, түлкі тымақ киіп, қолына бүркіт ұстаған мынау саятшылардың сән салтанатын көргеніңізде, қазақи киім мәдениетіміздің мәртебесін бір мәресіне жеткізе алмай жүрміз бе деп те қаласыз. Бүркіт тойы болған соң әңгіменің төркіні де біреуі саяттағы ерлігін, біреуі серлігін сырлы әңгіме ғып шертсе, енді бірі құстың сыны, жігіттің қыры жайлы хикмет хикая